Сәлеметсіздер ме оқушылар? Видеоға лайк басып, коммент жазып, каналға тіркеліп кеттіңіздер. Видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Достарыңыз да өздеріңіз де осы тақырыпты түсініп алуға тырысыңыздар. 8 сынып физика Закирова кітабынан 51-52 беттегі 7 жаттығудың үй жұмысы және де сынып тапсырмасына берілген есептерді шығаратын боламыз. Бізде бірінші есеп: ваннада температурасы 40 градус Цельсий жылы су дайындау үшін температурасы 10 градус Цельсий суық су мен 60 градус Цельсий ыстық су араластырылды. Суық судың көлемі 80 литр, ыстық судың көлемін анықтаңдар дейді. Жалпы бізде бұл есепті шығару үшін жылу балансының теңдеуін қолданамыз, ол Q1, Q2. Бізде Q1 деп жатқанымыз ол суық судыкі. Онда мен жалпы сулардың жылу сыйымдылықтары тең болғандықтан мен S деймін да. Ал суық судың массасын M1. Енді ол менде T минус T1 болады жылу балансының теңдеу бойынша. Ал енді жылу сыйымдылықтары бірдей S, ыстық судың массасы ол M2, ал ыстық судың температурасы T2 минус T болады. Жалпы бізде жылу балансының теңдеуі осы. Енді бізде M1 суық судың массасы бермеген, но оның көлемі берілген. Мен оны тығыздық арқылы өрнектеймін. Яғни массаны тығыздық және көлем арқылы өрнектейтін болсақ, судың тығыздығы бірдей болады. Сол себепті ρ V1 T минус T1 тең болады S ρ V2 T2 минус T болады. Енді мына жердегі S пен S кетеді, ρ мен ρ кетеді. Сонда бізде қалған нәрсе V1 T1 тең болады V2 T2 минус T. Маған осы жерден V2-ні табу керек. Сонда V2-ні табатын болса, ол сендерде V1 T минус T1 бөлінген T2 минус T болады. Сендердегі V1 деп отқандарың ол 80 литр. Оны метр куб арқылы өрнектейтін болсаңдар 0,8. T минус T1 ол сендер 40 азайтылған 10 болады. T2 минус T деп отқандарың 60 азайтылған 40 болады. Сонда 0,8-ді көбейтемін 30-ға, бөлемін 20-ға. Осыны есептейміз. 0,12 метр куб болады екен. Немесе біз бұны жазуымызға болады 120 литр деп. Кеттік келесі есеп. Шебер бір бөлшекті өңдеу кезінде болат егеуге 40 ньютон күш түсіріп 46 қимыл жасады. Егеу ізі 8 сантиметрге тең. Массасы 100 грамм егеудің температурасы қанша градусқа көтерілген анықтаңдар. Бұл жерде біз жұмысты жылу мөлшеріне теңестіреміз. Біздегі жұмысымыз ол 46 рет қимыл жасады ғой. Сонда N F көбейтілген L тең болады S M дельта T. Енді қараңыздар, бізде N 46-ға тең, күш 40-қа тең, L 0,8. S деп отқанымызға біз 500, M масса 0,1. Маған дельта T-ны табу керек. Қанша градусқа көтерілген? Осы жерден дельта T-ны есептейтін болсаңдар, 46 көбейтілген 40 көбейту 0,8 бөлінген 500 көбейту 0,1. Есептейік. Жауабы бізде 2,944 болады. Біз бұны жуықтап 3 градус Цельсий деп алсақ болады. Кеттік келесі. 500 метр биіктен құлаған болат бөлшектің жер бетіне құлар сәттегі жылдамдығы 50 метр секунд болды. Ауа кедергісінің барлық жұмысы тек бөлшектің қыздыруға кетті деп алып, бөлшектің температурасы қанша градусқа өзгерген есептеңдер дейді. Енді бізде бірінші кедергіні табу керек. Кедергі күшінің жұмысын. Бұл жерде қалай болады? Ол бізде кедергі күшінің жұмысы тең болады mgh минус mv квадрат бөлінген 2. Бізге айтты, мына кедергі күшінің жұмысын жылу мөлшеріне тең деп алсақ болады деді. Енді есептейміз. mgh минус mv квадрат бөлінген 2 тең болады sm дельта T-ға. Енді мына жерде бізде массаны жақсынан шығарып жіберсеңдер қысқарып кетеді. Мына масса, мынау және де мына масса кетеді. Бізде не қалды? GH. G-ларың 10-ға тең, биіктік 500-ге тең.
жылдамдығы 50-дің квадраты ол бізде 2500 бөлінген 2. S жылу сыйымдылығы ол бізде 500-ге тең. Дельта Т. Маған осы дельтатын табу керек. 500-ді 10-ға көбейтетін болсаңдар 5000, 2500-ді 2-ге бөлетін болсаңдар ол бізде 1250 тең болады 500 дельта Т. 5000-нан 1250-ді азайтамыз. Ол сендерде 3750 тең болады 500 дельта Т-ға. Осы жерден дельта Т-ны табатын болсаңдар 7,5 градус Цельсий болады екен. Келесі үй жұмысына берілген жаттығудың бірінші есебін шығаратын боламыз. Жылу сыйымдылығы 63 джоуль бөлінген градус Цельсий болатын калориметрге температурасы 12 градус Цельсийге тең 250 грамм май құйылды. Массасы 500 грамм болатын температурасы 100 градус Цельсийге тең мыс денені майға батырғанда ортаның жалпы температурасы 30 градус Цельсийге тең болды. Майдың меншікті жылу сыйымдылығын анықтаңдар дейді. Жалпы біз бұл жерде жылу балансының теңдеуін қолданамыз. Берілгендерін жаздық. Жылу балансының теңдеуі ол Q1 тең болады Q2-ге. Енді бізде осы жерден Q1 жазатын болсаңдар ол S1 M1 минус S Т минус Т1 болады. Бұл бізде калориметр мен майға қатысты. Ал енді Q2 бізде болатқа қатысты болады. Ол S2 M2 Т2 минус Т. Енді көріп тұрсыздар, екеуін бір-біріне теңестіреміз. S1 M1 минус S Т азайтылған Т1 тең болады S2 M2 Т2 минус Т. Міне, осы жерден теңестірдік. Енді бізге нақты керек нәрсе ол S1. Осы жерден S1-ді қорытуымыз қажет. Ол бізде S1 тең болады S2 M2 Т2 минус Т. Қосылған S Т минус Т1 бөлінген M1 Т минус Т1 болады. Біздің формуламыз. Енді осы формулаға біз сан мәндерін қоямыз. Біздегі S2 деп отқандарың 380, масса 2 500 грамм, оны килограммен 0,5 деп аласыңдар. Т2 минусты 100-ден азайтамыз 33-ті. Нәрде 100 азайту 33 қосылған біздегі S ол 63, Т минус Т1. Ол деп отқандарың 33 азайтылған 12. Ол бізде 21 болады. Ал M1 деп отқандарың ол бізде 0,25 Т минус Т1. Ол сендерде 21 болады. Мына енді осыны есептейтін болсаңдар 2676,7 болады. Яғни өлшем бірлігі джоуль, килограмм көбейтілген градус Цельсий. Кеттік келесі есеп. 1 метр биікке көтерілген массасы 400 грамм балға 5 грамм темір шегеге бір рет соққы жасаған кездегі шегенің температурасының өзгерісін анықтаңдар. Балға температурасының өзгерісін есепке алмаңдар. Балғамен 5 рет соққы жасаған кездегі шегенің температурасының өзгерісін анықтаңдар дейді. Жалпы біз бұл жерде нені пайдаланып жасаймыз? Ең бірінші бізде жылу мөлшерінің теңдеуі ол шегеге байланысты болады. Себебі шегенің температурасының өзгерісін анықтау керек қой. Сол себепті S шегенің массасы M2 дельта Т болады. Ал енді бізде жұмысымыз ол бізде балға жұмыс жасап жатыр ғой. Яғни жоғары қарай көтеріліп жатыр. Ол бізде mgh болады. Мына мен балғаның массасын аламын. Енді осы екеуін бір-бірін теңестірем. S M2 дельта Т-ны теңестірем m1gh-қа. Сонда дельта Т маған керек нәрсе ол m1gh бөлінген S M2. Біздегі m1 деп отқанымыз балға 0,4,
көбейтемін g 10-ға тең, h деп отқандарың 1-ге тең болады. Ал s деп отқандарың бізде 460, m2 деп отқандарың 0,5 болады. 1,73 градус Цельсий. Жауабы 1,73 градус Цельсий. Кетіп келесі. Бала массасы 20 грамм алюминий сымды әрі-бері майыстырғанда сымның температурасы 3 градус Цельсийге көтерілген. Бала қанша жұмыс жасаған дейді. Жалпы бұл жерде мен жұмысты жылу мөлшеріне теңестіре аламын. Бізде жылу мөлшері Sm дельта Т болады. Енді S-қа 920 көбейтемін. Масса 0,2 дельта Т деп отқандарың 3-ке тең. Мен 920-ны қайдан алдым? Ол бізде алюминий сым. 920 деп отқандарың алюминийдің меншікті жылу сыйымдылығы. Осыны енді есептейміз. 55,2 джоуль болады екен. Осымен видео сабақ аяқталды. Видео сабақ ұнаса каналға тіркел, лайк бас, все қоңырау басып қой.